Қыз баласы пленкалы фотоаппарат секілді ұзын 36 кадрден тұратын лентаны бір пайдаланған соң, тағы да бірнеше рет пайдаланса не болады? Бір бейненің үстіне екінші бейне келіп түседі, үшінші бейне келіп түседі. Мұны сурет күйінде шығарсаң не көресің? Быжырлаған бұжыр бір фотоны ғана көресің. Жеңіл жүрісті әйелдердікі де дәл сондай. Енді мұны қыз бен жігіт білуі керек пе? Әрине, өмірге дені сау ұрпақ әкелгіңіз келсе, некеге дейінгі қатынастан қашық болыңыз. Себебін әлгінде айттық, тағы қайталаймыз. Алғашқы серіктің тек сыртқы түр әлпеті ғана емес, оның венерологиялық, психикалық, қан аурулары тұқым қуалайды. Енді бейтаныс серігіңіз нашақор, алқаш, генетикалық мутант, қызтеке немесе жүйкесі бұзылған біреу болып шықса қайтесіз? Өйткені мұндай адамдар жауапсыз қатынасқа бейім келеді. Жалпы бұзылған қыз деп, пәктігінен ғана айырылған қыз айтпаймыз. Оған мысал келтіретін болсақ, кез келген компьютерге вирус түсетін болса, яғни ол компьютер бұзылған болып табылады. Әйел адамда жатыры сол сияқты, неке құрғанға дейін басқа еркектермен жыныстық қатынаста болған екен генетикалық неше түрлі информациялар өзіне қалыптасып қалады. Кейін күйеуге шыққаннан кейін күйеуінің генетикалық информациясымен оның жатырындағы ол кезге дейінгі информациялар араласа отырып дүбәрі ұрпақ таратылады. Ал бұны білген біздің ата-бабамыз, ата-анамыз бұндай қыздарға үйленбеген әрі рұқсат етпеген. Енді айтыңызшы, мұндай қасірет кімге керек? Ешкімге. Олай болса, өмірден қалағаныңды ал, жас кезіңде қыдырып қал деген ұрандар сіздің өмірлік ұстанымыңыз болмауы тиіс. Арыңды жасыңнан сақта. Бүгінгі қазақ қызының өмірлік ұстанымы осы болуы керек. Егер кімде-кім телегония заңын бұзған үшін тек қыздарды жауапкершілікке тарту керек десе, қатты қателеседі. Ресейлік Лазаревтер отбасында мынадай оқиға болған. Еңбекқор көргенді жақсы отбасының үлкен ұлы Александр университет бітірген бойда әскер қатарына шақырылады. Орта Азияда әскери міндетін өтеп, көп ұзамай демалысқа шығады. Тойлап жүріп, жезөкшелерге барады. Қауіпті ауру жұқтырмағанымен оны телегония сыны күтіп тұрады. Ресей газеттері бұл отбасы жайлы 95 жылдары жарыса жазды. Себебі бұлардан туылған ұрпақ не әкесіне, не анасына ұқсамай туылды. Армиядан келген жігіт әйелінен кінәнің бәрін әйелінен іздеді. Негізінде бұл еркек сол армияда жүргенде басқа жезөкшелермен өзінің болғандығын ұқпады. Яғни бұл жігіттің өзі жезөкшенің генетикалық информациясын өзінің әйелінің жатырына келіп қойған болатын. Сонда осы екеуден туылған ұрпақтың түрі қандай болған? Азиаттық болып туылған, бой талтақ, көзі қыси, ал бұл облыста ондай ұрпақ, бұл облыста ондай азиаттық түр болмаған. Жатырға енгенде ер мүшесі әйелдің бүкіл ақпаратын өзіне көшіреді. Бал толы бөшкіге қасықты салып қайталсаң, бал қалып қоятын секілді нәрсе бұл. Мың неше рет жуу, бұл көмектеспейді. Петр Горяевтың тәжірибесі есіңізде шығар. Адасқан өзінің тұқымын құртады. Бұған нақты дәлел де бар. Кәрі тарих. Бір қоғам құритынның алдында қыздары азғындық жолға түседі дегенді айтады. Қыз келіншек азғындыққа ұрынғанда зина жасау қалыпты дүниеге айналады. Бейберекет жыныстық қатынас жасалатын өлкеде ұят жоғалады. Ұят перде шертілған жерде намыс болмайды. Намысын жоғалтқан жұрт әуелі қандасын, соңыра қарындасын бөтен біреу илеп жатса да мыңқ етпейтін болады. Өз ұлтына, өз бауырына жаны ашымаған соң мейірім, махаббат болмайды. Түптеп келгенде мұндай ұлт тексіздікке ұрынады. Ешқандай күмәндарыңыз болмасын. Енді не істеу керекпіз? Қазақтың қызға қатысты, ұрпақ тәрбиесіне қатысты дәстүрлерін қайта жаңғыртуымыз керек. Әбүйірін